Тракты бір рет проверка жасап шығу керек, полностью дөңгелектерін тексеріп, жел жіберіп жатқан жоқ па, жарылып қойған жоқ па. Бір апта тұрды осы парковкада. Бәрін вроде тексересің. Мынау тоже біздің жақтың адамы айдап жүрген трак. Бүгін обедте бастайын деген трак айдауды. Олмен менің аккумуляторым отырып қалған. И сол аккумуляторды зарядкілеу үшін көптеген нәрселер істедім. Батарейка алып келдім, бәрін алып келдім, бірақ зарядка алмады, оталдыра алмадым тракты. И жаңағы көрсеткен тракист сол көмектесті. Аккумулятор мына жерде примерно 4 аккумулятор бар. И менде мына жерде еще бір аккумулятор бар. Мынау холодильник трейлер. И осыдан прикуритель жалғадым мына жерге. Мынадан бай тіркеп, провод тартып, оталдырдым тракты. Оказывается, солай болады екен, ең оңай түрі. Сол жалпы осы проверка. Сосын бисмилля деп жолға шығамыз. Қазір Флоридадан Атлантаға қарай бара жатырмын, Джорджияға. 440 майл. Ал бисмилля деп вроде жиналдым. Барымша жиналдым. Микроволновканы бұлай орнаттым, бірақ дұрыс орнатқан жоқпын, әлі де дұрыстау керек. Мына жерге көрпені дайындап қойдым. Жерде коробка, тамақтарды бәрін орнына салып қойдым. Шкаф. Үйде жан-жарым бір апталық тамақ пісіріп берген. Так, макарон, суп, фрукты, овощи. Так, мына жерде шуба, манты, қырма, балық, кола. Ол бір аптаға жетеді, бір аптадан кейін өзім тамақ алып, өзім тамақ дайындау керек, Құдай қаласа. Сол, ал кеттік ал. Бисмилля. Монтана штатында жүрмін қазіргі кезде. Өте әдемі, таулы жер екен. Publix деген супермаркетке келдім. Қазір енді қоңырау шалғандарын күтіп отырмын. Звондап айтады маған, осындай есікті тақа, машинаңды тақа деп. Сол кезде барып машинамды тақаймын. Примерно осылай тақаймын. Жалпы негізі алып бара жатқандай қиын емес. Ең қиындауы кішкене парковка, артпен есікке тақау, сол основной маған қазіргі кезде кішкене қиындау. Жалпы соны үйреніп алсаң, менің ойымша жеңіл болады деп ойлаймын. Мынандай погрузчиктер тоже тасын, іліматта маңдайларда. Көбінесе мына контейнерлар прицептарда осындай погрузчик тасиды. Типа жеңіл, резко, тез қимылдайды. Ал біздікі үлкен. Қазір дөңгелекті өріп жатырмын. Өру бәрі тегін, бесплатно. Мынандай насос болады. Специально. Заправка жасап алдым. Бак толтырып алдым. Мына жерде насос. Бәрі электронно несеміз, код тереміз, бәрі приложениемен жұмыс жасайды. Парковка, сол заправкілер. Барлық заправкілер почти бірде. Пилот деген заправка. Душқа түсіп аламын, ары қарай шығамын. Онан кейін заправкадан чек аламыз. Чек, осындай электронный жерден келіп аламыз. Трактың номерін тереміз, 5349.
Принтер деп басамыз. Мына жерде чек алдық. Мына жерде маска, санитайзер, бәрін сатып жатыр. Уже где-то 2 аптадай болды жалғыз өзім жұмыс жасап жүргеніме. Қазір Пенсильвания жақта жүрмін. Өте көшелері қысқа. Ондай алып бара жатқандай үлкен емес. Үлкен қала Пенсильвания деген. Филадельфия деген, Пенсильвания штаты. Жалпы былай жақсы бәрі, Аллаға шүкір. Осы заправкада тоқтадым. Вообще негізі ертерек тоқтасаң жақсы. Сол бүгін өзімше ертерек тоқтадым, сағат 9:30-да. Заправкада тоқтағанның бір плюсы, таңертең полностью заправка жасап шығасың, плюс душқа түсіп шығасың, плюс машинаның терезелерін жуып, күшті болып шығасың. Жолға дайын болып, что жолда сосын тоқтамай баратын жеріңе до конца барасың. Қазір парковка жасаған жерім осы. Вроде нормально. Машина көп болатын болса, маған парковка жасау қиын. Қазір уақытта өткені өзім жаңадан үйреніп жүрмін. Душтан шығып кеттім, мына жақта тоже кір жуатын жер. Мына жер ресторан. Ресторан дегенде керек жарақтың бәрі бар. Мына жерде машинаға лампочка, щетка. Мына жерде холодильникте неше түрлі соктар. Шоколад. Мына жақта, андай разливной соктар ғой. Кофе. Мына жерде обычно суптар тұратын, бүгін жоқ екен. Мына жерде кофе. Мына жерде кола, спрайт, фанта, анау-мынау, мына жерде то же самое, кофе, мофе. Таңертеңгі уақытта заправкаларда каш сатады. Каш алып жеуге болады. Обед уақыттарында суп. Сиырлар жайылып жүр. Мына жақта Америкада сиырлар жолдың жанында осылай жүре береді. Өйткені мынандай жерде провод тартып қойған специально. Сиырлар шығып кетпеу үшін жолға. И осындай проводтар Американың почти барлық жолдарында тартылған. Өйткені сиыр жүретін, мал жүретін барлық жолдарында тартылған. И жолда жүргенде алдыңнан мал шығады. Бір нәрсе шығады деп ойламайсың. Жолда еш нәрсе шықпайды дегенде көбінесе оленьдер шығып тұрады осылай. Осы оленьдарды жолда көп қағады адамдар. Кетті олень. Өйткені мына жақта природаны сол өз қалпында сақтаған көбінесе. Оленьдар, аюлар бәрі осылай жүре береді осындай жерлерде. Қазір Walmartқа келдім, керек продуктылар алып жатырмын. Мына жерде балық. Мынандай балық алып жатырмын. Вроде нормально сияқты, қанша $12 тұрады екен. Қияр, помидор, авокадо, банан, сок. И тағы да каш алам. И вроде все. Қайтам үйге қарай. Үйге дегенде қыраққа қарай. Готовый пицца, готовый тамақтар, микроволновкаға саласың, 5-10 минут, все, уже тамақ дайын. Котлет керек па, жұмыртқа, спагетти, рис, каша, там неше түрлі орамалар, неше түрлі лазанья. Бәрі дайын тамақтар. Микроволновкаға саласында 5 минутта уже дайын болады. Соқтың қандай түрі керек, любой түрін ішуге болады, бәрі бар. Мына жерде чиз, қаймақ, сметана, йогурт, кефир,
мына жерде неше түрлі соктар. Мына жерде кефир деген бар екен. Осы кефирді Америкада жоқ, сол біздің жақтың адамы ашқан екен, русскоязычный. Может, русский адам ашқан шығар. Продуктыларды алып шықтым, мен пакет где-то $60 алдым. Сөзімде салон, қазір жүріп барам, баратын жерде. Арбаны алып жүруге болмайды, тастап кету керек. Сол кеттік ары қарай. Супермаркетке барып қойылдым. Керекті заттарын алып. Холодильникті қазір кішкене көрсетіп жіберейін. Мына жерде үйден алып келген манты, чекен, айран, сок, авокадо, банан. Где-то бір аптаға жететін тамақ примерно. Мына жерде еще замороженный томаттар алып.